Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 26-шы сабағын өтетін боламыз. Олай болса, сабағымызға кіріспес бұрын каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар балалар. Себебі алдағы уақытта бұйырса көптеген пайдалы видеолар шығатын болады. Ол видеоларды жіберіп алмас үшін сендер менің каналыма тіркелулерің керек. Сол кезде шыққан видеоларды міндетті түрде көретін боласыңдар. Енді 27-ші жаттығуға назар аударайық. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Билл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адаммен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болу шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған дейді. Балалар, енді тапсырмаға назар аударайық. Мәтін не туралы дейді? Мәтін телефон туралы. Телефонды ең алғаш қандай профессор қай жылы ойлап тапқандығы туралы айтылған, және телефон не үшін қандай мақсатта жасалғандығы туралы айтылған екен. Екінші, телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесің дейді. Телефоннан басқа тағы да біз ноутбукпен байланыс жасай аламыз, яғни ноутбук арқылы біздер жаңағыдай видео қоңырау арқылы бір-бірімізді көріп сөйлесе алады екенбіз. Біздің мәтінімізде профессор деген сөзде Ф дыбысы бар екен, Ф әріпі бар екен. Бұл Ф әріпі сөздің барлық жерінде кездесе береді, яғни бұл жерде сөздегі әріптердің арасында кездесіп тұр екен. Және телефонды деген сөз, микрофон деген сөзіміз бар екен. Одан кейінгі сөздерде, одан кейін микротелефон деген сөз бар екен. Және де одан кейінгі сөйлемдерде осы телефон сөздері қайталанған екен балалар. Енді досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында дейді балалар. Енді біз қоғамдық орында телефонды қалай пайдалануымыз керек? Біз сол туралы өзіміздің досымызға нұсқаулық дайындауымыз керек. Балалар, олай болса, бірінші қоғамдық орында телефоныңның дауысын сөндір деп жазуымызға болады. Екінші, телефонмен сөйлескен кезде қатты сөйлеспе. Неге осындай нұсқаулықты жаңағыдай жазуымызға болады екен. Және де үшінші, телефон арқылы музыка тыңдағанда немесе түрлі видеолар көргенде телефонның дауысын бас. Мінекей осындай нұсқаулықтар дайындауымызға болады екен. Яғни бұл біздің қоғамдық орындарда телефонды пайдалану кездегі сақтайтын ережелерге, яғни барынша қоғамдық ортада басқалардың мазасын алмауға, басқалардың көңілін бөлмеуге тырысуымыз керек екен. Енді 28-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Балалар, бізге 3 сөйлем берілген, және де мұнда керекті сөздер бар екен. Керекті сөздер микрофон, фабрикасында, Фарида, фарфор. Неге осы сөздердің керектісін осы көп нүктелердің орнына қоюымыз керек екен, яғни біз бірінші сөйлемге Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді, ал екінші сөйлемге анам фарфор шәйнекті күтіп ұстайды. Ал үшінші сөйлемге микрофон алдында сөйлеп тұрған құралай екен. Мінекей осылай біз сөйлемдерді толықтырдық. Енді осы сөйлемдерді көшіріп аламыз балалар. Көшіріп болғанша телефонымызды, видеомызды тоқтатып қоюымызға болады. Көшіріп болған соң қайтадан тапсырманы орындауға кірісеміз. Ендеше көшіріп болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Ф әріпі бар сөздердің мағынасына назар аудар дейді балалар. Бізде Ф әріпі бар сөздер микрофон, фабрикасында, Фарида және фарфор. Микрофон дегеніміз балалар біздің қоғамдық жерде, мерекелік кештерде сөйлеген кезде біздің даусымыз көпшілікке есту үшін біздің даусымызды ұлғайтқыш екен. Ал фабрика дегеніміз, яғни белгілі бір өнім шығаратын орындар екен. Фарида дегеніміз, яғни қыздың есімі, фарфор дегеніміз, яғни фарфор шәйнектер, фарфор ыдыстар деп жатамыз. Яғни бұл ыдыстың құрамы болып саналады екен. Яғни бұл ыдыс жасайтын белгілі бір материал болып саналады екен.
Енді фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дерек көздерден біліп ал дейді балалар. Енді ендеше төменге фарфордан қандай бұйымдар жасауға болатынын жазып кететін боламын. Енді 29-шы жаттығу. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық дейді. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын. Және сөздің құрамында ф дыбысы болатын болсын дейді. Мысалы, шкаф. Енді келесі сөзіміз осы шкаф деген сөздің соңғы әрпінен басталу керек. Және ол сөздің құрамында ф әрпі болу керек екен. Енді бізге шкаф сөзінен бөлек тағы 3 сөз құрастыру керек. Міндетті түрде арасында ф деген әріп болу керек екен. Балалар, мінекей біздің тапсырмамызда берілгендей жаңағыдай сөздерді тауып төменге жазып кеттім. Және де өз ойларымен бұлардан басқа тағы қандай сөздер бар? Ф әріпі құрамында бар сөздер, өздерің ойларыңа жаңағыдай келген сөздерді жазып кетулеріңе болады екен. Енді 30-шы жаттығу. Ребусты шеш дейді балалар. Бұл жерде бізге ф әріпі берілген. Және де қандай жануар тұр екен балалар? Керік тұр екен. Одан кейінгі жеміс алма екен. Яғни біз бұл ребусты жауабын ферма деп жазуымызға болады. Себебі керік деген сөздегі ер әрпін аламыз. Алма деген сөздің алғашқы 2 әрпін тастап кетіп, соңғы 2 әрпін аламыз. Сонда ферма деген сөз шығады екен балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерді келесі 27-ші сабақта күтетін боламын. Келесі біздің 27-ші сабағымызда ч және ш дыбыстарын өтетін боламыз. Сол себепті жаңа сабақты жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар.